Hi everyone, how are you? Today we learn about numbers. Тағы да сандар туралы айтатын боламыз. Яғни біз есептік сандарды толық үйрендік. Миллиардқа дейін санап үйрендік деп ойлаймын. Менімен бірге барлық сабақтарды көріп шықсаңыздар, сандар туралы бірнеше сабақ түстірдім. Соның барлықтарын көріп шықсаңыз, сан туралы тақырыпты жақсы меңгеретін боласыздар. Осы сабақта өткенде айтқандай, енді біз реттік сан есімдерді үйрететін боламын. Реттік дегеніміз, яғни ол ретін білдіретін нешінші екенін, соны үйренетін боламыз. Ол кішкене өзгешелеу. Жалпы осы реттік сан есімдерді үйренуде біз бірінші, екінші және үшінші деген сандарды жеке үйренетін боламыз, жеке жаттап аламыз өткен сабақтағыдай. Ал қалған сандарға жалғау жалғанады, тағы да сиқырлы жалғау. Сонымен тез үйренеміз. Ал бастайық. Ендеше бірінші first, екінші second, үшінші third. Тағы да қайталайық. First, second, third. Өте жақсы. Төрттен бастап біз th, яғни екеуі деген дыбысты береді, сол жалғауды жалғаймыз. Мысалы fourth, төртінші, fifth, бесінші, sixth, алтыншы, seventh, жетінші, eighth, сегізінші, ninth, тоғызыншы, tenth, оныншы. Тағы да 11 ары қарай бәрі кете береді осы жалғаумен. 11-ші 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Енді 21-де жаңағы 1 дегенде екі санда соңғы санына жалғанады. 20-ны соғы айтамыз да, бірінші деген жаңағы first еске саламыз. Сонда 21-ші 21st, 22-ші 22nd, 23-ші 23rd, 24-ші тағы да жаңағы fourth жалғау кетеді. 24th. Енді мысалы 45 дегенді айтып көрейік. 45th, 68, 68, 104-ші мысалы 104th. 45-ші десек те ең соңғысына жалғаймыз. 1000 дегеніміз 1045th. Өте жақсы. Бүгін сонымен сіздермен реттік сан есімдерді үйрендік. Тіркеліп отырыңыздар каналға, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ағылшынды бірге үйренейік. Goodbye everyone.